Бүгінгі выпускымда мен өзімнің өмірбаяным жайлы айтатын боламын, және де осы мал шаруашылығына қалай келгенімді, осындай үлкен шаруашылықты қалай бастағанымызды сол туралы мен сіздерге айтатын боламын. Ал енді достар, мен өзім жайлы айта кететін болсам, менің есімім Нұрбек, толықтай Мағаз Нұрбек Жәнібекұлы. Мен 1999 жылы 24 июньда дүниеге келдім. Туған жерім менің Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы Сартерек ауылында дүниеге келген. Әкем, атам бәрі сол жақта дүниеге келген. Руым Қожағұл, және де айта кететін жағдай, 99 жылы мен дүниеге келгеннен кейін, 6 айдан кейін 2000 жылы әкем осы Қарағандыға қоныс аударды. Әкем негізі көп шаруаны көрген, ол кезде Совет өкіметінің малдары деген сондай әңгімелер бар ғой. Сондайда көрген адам Қарағандыға көшіп келгенде бізде шамалы ғана мал болды. Ол енді бір 7-8 бас сиыр, қоймен арасында, енді білесіздер ғой, Совет өкіметі құлағаннан кейін мал құнсызданып кетті. Сондықтан кішігірім енді өзіне, ата-анам өздеріне сауға, жаңағындай етін жеуге, соғымдыққа өзіне бір 6-7 бас сол Ақтоғай жақтан алып Қарағандыға көшіріп алып келген. Ал атамыз 96 жылы көшіп келді осы Қарағандыға. Енді неге бұның бәрін анау бастан алып келіп жатыр десеңіздер, осы шаруашылықты бастағанымызға түбегейлі атам себепкер, атамнан кейін әкем себепкер. Оны жалғастырып келе жатқан мен себепкер. Сондықтан мен әуе бастан алып келіп жатырмын сіздерге. Енді айта кетейін, бұл енді әкем жаңағындай малдың құнсызы болғанынан, не болғанынан мотоциклмен айналысты сол кезде ше. Енді әкемнің датау ширақтығы, ол кісі Қарағандыға көшіп келгенде ана жерде бизнес деген қалай жасалу керек, соның бәрін ауылды кеп, біз Курминка ауылына көшіп келгенбіз. Сол кезде сол өңірдің адамдарына бизнес қалай жасалатынын көрсеткен ғой. Енді әрине қателескені бар шығар. Дүкен ашты, сол ауылдан. Анам нан пісіріп сатты, дүкен ашты. Әкем мотоцикл жасайтын айтпақшы. Мотоцикл, қазір мотоциклдің қасында отырып түсіндіріп айтатын болмасын. Кеттік. Жаңа айтып өткенімдей, әкем 2009-2013 аралығында, ол кезде мен жасым небәрі 10-да ма, 11-де ма, бірақ есімде бар. Осындай Урал мотоциклмен айналысқан ғой. Мынау әкемнің соңғы мотоциклдің, бұны енді ермек үшін алған өзіне. Бұл негізі жүріп кеп тоқтаған, одан кейін анау досы, мынау досы сұрайды, бүкіл саймандарын соларға беріп тастаған ғой. Негізі бұл мотоциклдарды сол жылдары әкем 15 мың, 20 мың, 25 мыңға сынып тұрған күйінде алатын. Содан осыны жөндеп, осыны 50 мың, 60 мыңға Балқаш қаласында балықпен айналысатын адамдарға өткізетін. Содан келе енді жаңа айтып өттім ғой, бізде 5-6 бас, 7 бас па, 8 бастай сиыр бартын. Ол кезде жаңағы сүтін сауып, жаңағындай етін жеп, сондай мәселеде ұстаған едік. Ол кезде мен кішкентаймын, осындай мотоциклмен айналысты. Дүкені болды, әкемнің дүкеніміз болды. Маманың ширақтығы бізде Курминкада, бізде Курминкада құс фабрикасы болатын. Құс фабрикасынан 170 теңге ма, 200 теңгеден жаңағындай тауықтар сатады. Ол тауықтарды менің енді мамамда енді кішкене, мынау енді өкіметке жұмыс істегісі келмей, жаңағындай өздерінің кәсіптерін доматықлары келген осы уақытқа дейін, әліге дейін сондай оймен келе жатыр. Сол кезде мамам жаңағы 170 теңгенің тауығын алады, үйге алып келеді. Мен кішкентаймын, анам басын шап дейді. Алып бісміллә деймін де, анам басын аламын да балтамен шақ еткізіп шауып тастаймын. Соны жаңағындай өзінің бір құрбысы болатын маман, әлі күнге дейін бар ол кісі. Жаңағы тауықтарды сойып, жүнін жұлып, сол 170-тен алған тауықтарын 500 теңге, 1000 теңгеге сататын. Ойлаңыздаршы, ол да бір кәсіп. Әкем одан кейін жаңағындай мотоцикл қорамыз болған, мотоциклдің бір 5 мотоцикл жинайтын қорасы болған. Бұл шаруаны қалай тастап кеткенін айтайын сіздерге. Ол қораны менің туған екінім бар, Нұрәділ, Нұрдәулет деген. Мен ұйықтап жатқанда, Нұрәділ айтпақшы, қазір түсіріп тұр осы видеоны. Мен кішкентаймын. Мен кішкентаймын,
Бұлар вообще кішкентай, мынандай балалар ғой. Мотоциклдің сайманы бар, бір қора. Айтып тұрмын ғой, ол жерде бір 5 мотоцикл жасайтын жер бартын. Не айтайын, мен ұйықтап жатырмын. Ол кезде сол үйден бөлек басқа жерден жер алып, әкем бар, ағам бар, бәрі сол жақта жүретін. Жаңағы стройкасын жасап, үй салып, сонда жүрген. Ал мен ұйықтап жатырмын. Бұл екеуі тұрып алған. Бұл екеуі тұрып алғанда не істеген? Әкем жаңағы қорасын алғанда, ішіне барған, білмеймін. Темекі тартты ма екен, кім біледі. Или ойнап жүріп от жағды ма, қора өртенді де кетті ғой. Айтып тұрмын ғой, саймандар бәрі балқыған, газ атылған, у-шу. Көзімді сүртіп, бүйтіп терезеге қарасам, түтін ғой, былай түтін шығып жатыр. Түсінбеймін, далада у-шу кипиш болып жатыр. Беті бесікті ашам, түсінбеймін, ауылдың адамдар тұр. Қарайым, қора жоқ алдымда. Екі бірдей қора өртеніп кеткен ғой. Мынаның саймандары бар сөйтіп. Қайта Аллаға шүкір, інілерім аман, Құдай сақтады. Енді сондай жағдайлар болды. Сонымен әкем ана үйді салып жатып, мотоцикл туралы уже сезонда бітті. Бұл сезонный жұмыс еді. Ол да бітті. Дүкеннің саудасы да бітті. Дүкенді жабамыз деп шештік. Себебі ауыл тұрғындары білесіздер, қарызға сұрайды көбісі. Содан енді халықты түсініп, жағдайларына кіріп, ата-анамыз қарызға продукты бере берген, сөйтіп адамдар қайтармайды, нетпейді. Содан кішкене доход болмады, кішкене былай болып кетті, короче. Сөйтіп алды да жауып тастады магазинді. Содан енді Алланың қалауымен қоныс аудардық, қана үй салынып бітті. Сонда көштік. Ой, тоқта, артқа, мен талай затты айтпай кеттім ғой. Онда көшпей тұрмыз. Мына жақта жаңа 5-6 сиырымыз бар, інілерім кішкентай өсіп жатыр, өніп жатыр. Ол кезде әкем бар, папаның інісі бар, ағасы бар, және де ата бар. Төртеуі, атаның інісі бар, марқұм. Ол кісі де шаруашылық ұстады, біраз шаруа істеді. Жатқан жері жайлы болсын, жаны жәннатта болсын. Енді атамен сол кісі бірге осы жерлерді алды, осы жақтан. Осы жерден бір жер алды, атаның марқұм інісі бір жерден жер алды. Сөйтіп жаңағы әкем дедім ғой, інісі, ағасы бәрі енді қазіргі таңда біз қалай жүрік, міне ағам бар, інілерім, солай ол кісілер жиналған. Осы жерде, бұл жерде дым болмаған, негізше дым болмаған, бір вагончик болған. Сіздерге көрсете кетейін, анау жерде ағаш бар. Соның түбінде бір холодильник тұратын. Ол енді тоққа жалғанбайды, холодильник қой, соның ішінде қант, варенье. Мен айттым, кішкентаймын, жүгіріп жүрмін. Бұл кісілер осы жерде шөп шауып, осы жердің өздеріне шөп алатын, шөп сататын, тек қана шөппен айналысатын. Бұл жер енді тақыр дала, бір вагончик қана тұратын. Сөйтіп келе, енді бұл енді атамның алып қойған жерлері, бір керемет сөз бар ғой, жақсы әке баласының 40 жылдық азығын ойлап қояды дейді алдын ала. Сөйтіп атамыз енді керек болады деп өкіметке тапсырмай осы жерді ұстап қалды. Ақыр соңында әкем 2013 жылы алғашқы рет осы жерге ауылдағы сиырларды айдап алып келді. Ауылдағы жаңағындай ол кезде кішкене құндана бастады. 30 бас сиырғадан жетті. Содан қой ешкіміз бартын. Әкем енді ешкіге қатты қызығады. Сонда ешкілері болды. Әлі күнге дейін бар. Біз көбейтпейміз, біз ешкі еті пайдалы, жаңағындай сойғанда жазда тез соясын, жей саласын. Сөйтіп енді нейтральный болып тұр, не өспейді, не азаймайды. Сондай ешкілер. Сөйтіп көшіп келдік осында. Бұл жерде қайталап айтайын, дым болмаған, кішкентай вагончик болған, кішігірім. Соның ішінде жазда жаңағындай оператор інім екеуміз осы жерде әкемізбен бірге жалғастырып кеттік. Жалғастырып келеміз, әкеміз қол бастап отыр бізді. Содан жаңағы айта кететін жағдай, айтпақшы, жаңағы талды көрсеттім ғой, сол жерде атам басқарады бәрін, інілерін, жаңағы әкемді, інісін, ағасын бәрі шөп тасиды, шөп сатады. Мен жүгіріп жүрмін, солардан қызығып қарайсын, не істейді екен, не болып жатыр. Неше түрлі аңдар жүреді, суыр жүреді, соны қуғылайсың. Сонандай бір домалақ қайрақ болды ғой, қолдың қайрағы ше, анау бүйтіп. Мына жақтан мені тұрғызып қояды, мен кішкентайсын айналдырып тұрам, атам шалғыларды қайрап тұратын сол кезде. Ернұр деген ағам бар, сол да жүретін ол кезде. Ол кішкене енді есейген бала. 14-15 жасынан ба, ГАЗ-53 бар ғой, соны айдайтын. Шөп тасып, тырбындап жүретін. Қазіргі таңда Ернұр шөптің
басқарушысы. Бүкіл техникалардың, шөп туралы ойламаймыз. Өзі келеді, техникаларын сақадай сайғып дайындайды қазір. Сосын шөбін шауып, өз жұмысын біледі ол жігіт. Содан жаңағы 2013 жылдан бастап осы жерге біз жайлау істедік. Әкем жайлау болып, осы жерге алғаш көшті. Ол үшін де енді әу баста мал құнсыз болды. 2012-2013-тен бастап осы мал шаруашылығы өркендей бастады. Өкімет тарапынан көмектер болды. Сол жылы әкем жаңағы өзінің салған үйін залогқа қойып, алғашқы 3 миллион ба 4 миллион теңге ақша алды. Соған жаңағыдай сиырлар алды. Сонымен осы 2013-те осы жерге көшіп келді. Кішігірім үй соқты осы жерден. Біз тек қана осы жерде жайлау қылатынбыз, ал ауылдағы үйдің қасына қора салып, солай жүретінбіз. 4-5 жыл бойы осылай болды. Тек бұл жайлау, осы жерде жаямыз жаз бойы. Содан кейін қыста үйімізге айдап апарып, үйде ұстайтынбыз. Шөптің бәрін үйге үйетінбіз. Содан 2017 жылдан бастап әкем жақсылап бір ойланып, бір үлкен қадам жасады. Өкімет тарапынан үлкен бір сумма алды. Кредит, ол мал шаруашылығына беретін. Өте үлкен сумма, үлкен қаражат. Содан әкем плем статусты қуғылады, плем статус алу үшін осы қыстақты ашты. Алғашқы қорамыз салдық. Бұлай 10 метр, бұлай 50 метрлік қорамыз алғашқы рет 2017 жылы салынды осы жерге. Содан үйді, кішкентай үйдің қасына тағы да қосып, кішігірім үй салынды осы жерге. Содан жаңағы алған үлкен кредитпен өкімет тарапынан бізге мынандай бір шарт болды. Плем статус алу үшін сен шетелден племенной сиырларды кіргізу керексің. Плем статус алу үшін андай-мындай, А қазір шетелден емес, Қазақстаннан ала аласыздар. Нақты бастаймын десеңіздер шаруашылықты. Содан Омбы қаласы, Омск, Россиядан Герефорд деген тұқымды алдыртты. Сол жылы 73 баспа, 75 баспа, 80 бастай Герефорд малын алып келді. Тағы да айтайын, енді сол жылдан бастап бұл қыстақ бұлай көркейіп кету керек болған. Негізі енді Алла тағаладан неше түрлі сынақтар болады. Бұл жаңағы 80 бас, әкелген 80 басты ол жерде ручной осеменение деген бар ғой, солай істеген екен. Енді бізге Қазақстанға келгеннен кейін бір жыл күттік. Олар төлдейтін кезінде 80 бастың 4-ақ сиыры төлдеді. Ойлаңыздаршы. Бұл енді уже доход жоқ деген сөз. Бір жыл қиналып қалдық. Одан кейін оның келесі жылы уже кредит төлей бастадық. Жаңағындай төлдеді, уже ақбас бұқа қостық. Сөйтіп көркейттік. Әкеміз көркейтті. Біз қасында әрекет жасап көмектесіп жүрдік. Содан мен оқуға кетіп қалдым қалаға. Ойлаңыздар. Мен басым ол кезде қатты ойланбаған ғой. Осы мал шаруашылығын сол уақыттан бастап көркейту керек, істеу керек, бүйту керек деген болмады ойымда. Мен қалаға кеттім. Теміржол, организация перевозчик на железнодорожном транспорте деген мамандықты таңдадым да. Теміржолшыға оқу оқыдым. Негізі 4 жыл оқу керекпін. Мен 2 жылында жақсы көрсеткіш көрсетіп, Астанаға жұмысқа кіріп кеттім мамандығым бойынша. Сырттайға ауысып, теміржолда Астанада 2 жыл жұмыс атқардым проводник болып, Қарағандыда кеп жұмыс атқардым. Проводник болып істедім. Одан кейін проводник парк отстоя деген болды. Бригадир проводников парк отстоя деген сондай жаңағындай карьерный рост болды. Бірақ мен ойлана келе осы қыстақты көркейтуге қайта оралғанмын 4 жылдан кейін. Сонымен қазіргі таңда бізде ақбас сиырлар бар, және де сол жылдары әкелген жылы 2017 төл болмады, 2018 төл, 4 ақбас төл болды. Оның келесі жылында біз 1000 рулон бар ғой, 1000 дайын рулон, ойлаңыздаршы. Ағаммен бірге мен отпуста келіп көмектесіп, сөйтіп жүргенде 1000 бас рулонымыз өртеніп кетті. Ойлаңыздаршы, қандай бір. Бұл не қойғандай? Расход. Қаншама расход. Біз біреумен келісіп, ол шөпті сатамыз деп контрактқа отырдық. Келісім шарт ақшасы жіберіліп қойған. Сөйтіп шөп өртеніп кетеді. Көптеген осы уақытқа дейін сынақтар келді Алладан. Аллаға шүкір, қазір бәрі жақсы.
бәріміз бір саланы басқарып отырық. Біз малды, інім екеуміз мал шаруашылығын нетсек, ағам техника жағын, сол өкімет тарапынан кредит алынған кезде біз техника алдық көптеген. Ал оған дейін техника туралы айтайын, оған дейін қазір біз Т-25 дегенмен шапқанбыз. Кетіп көреміз. Содан жаңағында айтып өттім ғой, өкімет тарапынан кредит алғанда біз керемет техникалар алып алдық. Трактор, сужана трактор, рулондайтыны бар, шөп шабатыны бар, жинайтыны бар, роторы бар, бүкіл техниканы үйіп тастадық. Ол біздің басқа шаруа қожалығымызда қазір. Ал мынау трактормен Т-25, осымен әкем шөп шапқан, ауылдағы үйде тұрғанда, малды сонда ұстағанда осы трактормен шөп шапқан. Ойлаңыздаршы. Бұл өте керемет трактор негізі. 20 литр соляркасы құйып алсында күні түні шөп шабасын, шөп жинайсын. Өте бір еңбегі сіңді бұл техниканың бізге. Осымен үстінде отырып аласын, шөп шауып үйрендім осымен. Әкемнің қасында көп жүрдім. Еркелеп, қазіргі таңда енді осындай шаруашылықты маған сеніп тапсырып отыр. Оған мен бір қуанамын, маған сенім артып отырғанына. Сол енді шаруашылықты дамытып жатырмыз, Аллаға шүкір. Қазіргі таңда 2 шаруа қожалық бар. Негізі ауыл шаруашылығын нақты қазіргі таңда жастар алатын болса, жастар әкететін болса, әу бастан осы жас кезден ойлансаңыз, ауыл шаруашылығы негізі бастадың байып кету емес, бастадың бірте баюға болады. Айтады ғой, жылқы сәндік үшін, сиыр майлық үшін, қой байлық үшін. Содан Алланың қалауымен біз қой шаруашылығын бастап кеттік. Қой шаруашылығын мен басқарып отырмын. Әкемнің қалауымен мен басқарып отырмын. Сондықтан менімен бірге болыңыздар. Осы выпуск сіздерге ұнады деп ойлаймын. Әрқашанда мені қолдап, инстаграмнан жазады, комментарийлер жазады. Инстаграм ссылкасымен өтіп көріп отырған адамдарға тіпті мен былай құшақтап алғым келсе, сіздер өте мықтысыздар. Сіздердің қолдауларыңыздың арқасында мен осындай соцсетиде, желіде осындай бір жетістікке жетіп отырмын. Бәріне рахмет. Алланың қалауымен осы выпусты аяқтаймыз. Бәріне рахмет. Лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.